ызадан, өкпеленіштен, өзімізді төмен бағалаудан, сыртқы ортаның пікірінен тәуелді болғандықтан пайда болады екен. Осы бойымыздағы жаман қасиеттерден арылу үшін сіздерге тренинг ұсынбақшымыз. Ол тренингтің аты қуыршақ терапиясы деп аталады. Қуыршақ терапиясын алдарыңызға ақпараттар берілген. Осы бір парақ алып, осы қуыршақтың суретін салып, және өз ойларыңызбен саласыздар, соны қиып шығыңыздар. Бастаймыз, оқушылар. Қане қуыршақтарымызды көрсетеміз. Қане балалар, болдық па? Өз еріктеріңізбен жазған, салған, қиған қуыршағымызды жоғары көтерейік, балалар. Аха, түсінікті. Енді қуыршақ арқылы ішіміздегі жан дүниемізді осы қуыршақ арқылы біз бейнеледік. Енді осы қуыршақты 5 шкала бойынша өз-өзімізді бағалап жіберейік. Кәнекей бағалаймыз 5 шкала бойынша. 1 мен 5 аралығында. Қандай баға қойыңыздар? Кәне? Жандарым, сен не деп бағаладың? Аха, жарайсыңдар. Енді балалар, сіздермен 3 арман техникасын жүргізгім келіп тұр. Өздеріңізге орындалмаған 3 армандарыңызды қысқаша жазыңыздар. Қысқаша ғана мына параққа 3 армандарыңызды жазыңыздар. Және сол орындалмаған армандарыңызға кім кінәлі, соны жазыңыздар. Қане балалар, оны ешкімге оқымаймыз, бастаймыз. Балалар, жаңа біз 3 орындалмаған армандарымызды жаздық, я? Оған және кім кінәлі екенін жаздық. Бірақ мен оны сіздерден сұрамаймын. Және сол адамдарды кешіру үшін кешірім медитациясын жасаймыз. Қане балалар, көзімізді жұмамыз. Мұрнымызбен демді алып, аузымызбен шығарамыз. Қане. Терең дем аламыз, өзімізді жайлы сезінеміз. Көз алдымызға керемет табиғатты елестетеміз. Алдымызда керемет биік тау және әдемі, ода сарқырап жатқан мөлдір судың ағып жатқанын көреміз. Сол судың астында өзіміз тұрамыз. Өзіміз тұрамызда жаман әдеттерден, жаман мінез-құлықтан, өкпе-реніштерімізден бәрін кешіреміз. Және сол ағып жатқан судан 12 мүшеміздің барлығын тазартамыз. Өзіміздің жан дүниемізді керемет энергия, нұр шашып тұрғанымызды елестетеміз. Және көзімізді ашамыз. Терең дем алып, осылай ортаға ораламыз. Менің өмірбаянымды ұсынбақшымын. Өмірбаянымызға мына ақпарат арқылы өзімізді қысқаша өмірбаянды жазамыз. Балалар, бұны түсіндіре кетейін, біз тек қана бұл кезде тек өзімізді мақтау арқылы жазамыз. Жақсы қасиеттерімізді жазамыз. Кәнекей балалар, бастаймыз. Білімдімін. Мен футболды жақсы ойнаймын. Менің мінезім жақсы. Мен суретті жақсы саламын. Мен ақылды жақсы қызбын. Пысық, мейірімді, кешірімді қызбын. Мен ата-әжем, туыс-жиендерім мені мақтан тұтады. Пысықпын және ақылдымын. Ата-анамның мақтанышымын. Және мен спортты және гандболды жақсы көремін. Не ақылмын. Менің өмірайым. Менің мінезім ақкөңіл, сыпайы, мейірімдімін. Мен достарыммен жақсы араласамын. Мен сабақты жақсы көремін.
Мен әдемімін, мен пысық қызбын. Балалар, тренингке қатысқаннан кейін өздеріңіздің бағалауларыңыздың көтерілгенін байқадым. Тренингке қатысқандар үшін рахметімізді айтамыз. Жаны саудың тәні сау. Өзімізді күтейік, өзімізді жақсы көрейік, өзімізге махаббатты аямай берейік.